Қош көрдік қазақ елі. Міне бүгін нағыз қазақтың келіне, махаббат алтын келін. Міне көрдіңіздер ме? Екі баланы бір-біріне қойып тұрып жайып жатыр. Бұндай келіндер кемде-кем қазір. Осы махаббат келін жөнінде бір-екі ауыз сөз айта кетейін. Осы біздің әулетімізге келін болып түскелі міне 16-17 жыл болды. 5 баланың анасы алтын құрсақты, алтын қолды, алтын саусақты ана. Сондай әр істі жасаса бабын ийдіріп жасайды. Енесінің кеуілін табады, күйеуін аялап, бала шағасын әлпештеп өсіріп жатқан абзал асыл ана. Міне ет пісіп жатыр. Осы махаббат келінінде қонақтамыз. Міне қандай керемет. Қазір ет ауқаттың осы қойдың семіздігін, шіркін қабырғасының дөп-дөңгелек болып кеткенін қазір видео соңында сіздерге көрсетемін. Міне қамырды жайып, илеп, зуала қылып, шіркін қазақтың исан қаған ет десе қазақ қой, қазақ ет деп өскен. Міне қараңызшы, білегіне қойып тұрып, баяғыда біздің асыл анамыз осылай тамақ беруші еді бізге. Анамды көргендей болып қуанып отырмын. Не деген керемет, шаңырағында шаттыққа толған менің Айсұлу апамның, міне ұлы Нұрланның үйінде отырмыз. Міне қараңыздар, мынау қабырғаның дөп-дөңгелек болып, міне әдейіге мен видеоны тоқтатып көрсеттім сіздерге. Міне әр қазақтың үйінде осындай дастархандары тола, қазандары оттан түспесін, байлықтары ортаймасын. Қазақтың жегені тек қой, көргені той болсын. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Видеомыз ұнап жатса лайк басыңыздар, арнамызға тіркелуді де ұмытпаңыздар. Ал ендеше сау саламатта болыңыздар.